Тақырыпты бастамас бұрын мен сіздерге мен айтайын деп едім, бірақ антикоррупциялық, яғни сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөнінде аздаған ақпарат бергім келіп тұр. Қазақта сөз бар ғой, арың адал әрлі болса әрқашан дүниенің бар басы қозысында дейді. Сол себепті біздің міндетіміз бұл жемқорлықсыз болашақты қалыптастыру болып табылады. Себебі демократиялық қоғам құрудың басымды міндеттерінің бірі Ақшамен шешу. Мемлекеттік басқару құрылымдардағы лауазымды қызметкерлердің өздеріне берілген тапсырмаларын өз мүдделеріне бұл жасалған кезде қағидалағаны не үшін жасады? Жаңағы лауазымды қызметкерлердің пара алмау үшін қандай бойында қасиет болу керек екендігін жасау үшін болу керек, соны